Қайырлы күн достар, сіздермен мен Әйгерім. Балалардың сүйіп жейтін тағамдарының бір түрі картофельный фри. Үй жағдайында жасалу жолын көрсететін боламын. Мен өзімнің балаларым сүйіп жейді. Ол үшін бізге картоп қажет болады. Дүкендерден сатып алып, ақша шығындалғанша осылай үй жағдайында балаларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Картопты алдыменен сыртын ашып, жуып тазалап аламыз. Одан кейін барып осылай бөліктерге бөліп, дәл видеодағыдай майда емес, сәл ірілеу етіп турап алатын боламыз. Барлық картопты турап аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Барлық картоптарды осылай турап шығамыз. Содан кейін суға жақсылап бір жуып алатын боламыз. Сыртында крахмалдары кеткенше жуып тазалап аламыз. Құрғақ майлықтың үстіне осылай жайғастырып шығатын боламыз. Суы сырғу қажет. Осылай барлық картопты жайғастырдық. 5-10 минутқа қойып, суын сырғығаннан кейін ыдысымызға салып, үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды және де үйде бар приправаларды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар, өзінің картоптың суы шығып, картоптың өзі жекеленетін болады. Сол кезде пісіріп ала бересіздер. Майымызды құйып қазанымызға, май қызғаннан кейін осылай жайменен салып, аз-аздан пісіріп алатын боламыз. Араластыра отырып пісіріп аламыз. Сонда екі беті де таза пісетін болады. Картофельный фриіміз пісті. Бөлек ыдысымызға сүзіп алдық. Осылай әдемі қып-қызыл болып пісті. Енді менің ұлым картофельный фриді майонезбен жақсы көреді. Сондықтан майонезді ұсынып жесеңіздер, керемет болады дәмі. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.